Балалар, сурет көшірейді біз ақын композитор әншілермен таныстық. Олай болса, ақыс туралы аңыз бойынша біз дикациясын толықтырайық. Балалар, мәтін неге ақыс туралы аңыз деп аталады? Өйткені бұл мәтінде әр адамның көкірегінде ақ құсы бар туралы айтылған, және ол ақ құстың аңызы айтылған. Сол үшін бұл мәтіннің атауы ақ құс туралы аңыз. Ақ құстың арманы не еді? Әнші болу, ән айту, иә? Ақ құс кіммен кездеседі? Қара құс. Қара құс кездеседі. Қара құс неге жылайды? Өйткені ақ құс ол аянышты ән шырқады. Сол үшін қара құс Өзінің жылағанын байқамай сезбей қалған. Қара құс қандай әрекет жасайды? Оны өлтіріп, оны тырнағымен бірі өлтіруге айналады. Сосын оның әнін естігеннен кейін оның жүрегі елжіреп, оны өзінің райына жібереді. Ал енді сен менің қолыма іліксең, ән айтқызбай өлтіремін. Тамаша. Қараңдаршы бала, бұл ақ құсқа бостандық береді. Ақ құсты тұтқарлауға өзінің әнге деген құмарлығы, арманы, өнері екен, тамаша бала. Ендеше балалар, біз үй тапсырмасын толықтырдық. Жаңа сабақты бастамас бұрын балалар. Мына суретке қарайықшы. Не көріп тұрмыз? Көктемнің ағаштардың бүршік атқаны. Ағаштардың бүршік атқаны, көктемгі табиғат көрінісі, тамаша балалар. Енді бұл суретті кім салды? Сурет қалай аталады, Рая? Гүл ашқан алма, тамаша. Суретші қандай бояуды көп пайдаланды? Қызыл, ашық түсі, жасыл түсті көп пайдаланды. Неге пайдаланды? Өйткені алма салған ағашта қып-қызыл гүлдер шығып тұрады. Тамаша. Табиғат қандай түспен? Жасыл. Жасыл. Тамаша.
ендеше біз бүгін осы сурет өнері деген тақырыпты жаңа қарапайым танысатын боламыз. Бұл жерде балалар сурет салу өнер бәрі өкін деймін деген тақырыпта Марат Қабанбайдың бәрі өкін деймін деген мәтінмен танысамыз. Оқу мақсаттары бұл жерде балалар. Бұл жерде шығармадағы кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс-әрекетіне, ондағы оқиғаларға сүйеніп, біз сюжеттің дамуын болжауды үйренеміз. Сөйлеу барысында көрнекілікте фотосуреттерді қолдануды білетін боламыз. Енді балалар қарасаңыз, мына жерде қандай суреттерді көріп тұрмыз? Жыл мезгілдерінің суреті, иә, қыс, жаз, күз, көктем. Және балалар біз осы сурет салу өнері бойынша қиялымыздағы суретті сипаттаймыз және салуды меңгеретін боламыз. Ендеше балалар, кітабымызды ашамыз, оқулығымызды. Бәрі өкін деймін деген тақырыпты ашамыз. Мәтінді тізбектеп оқимыз. Қазір біздің сайқан салон тауларымыздың тұрған суреті өзі сияқты. Тек асқан таулар мен ну орманда сайқыраған ақ көбігіндегі қиялды егістік тосады. Ақ қағаз бетіне қара қарандашпен бірдеңені саласың ба, қайтесің деп маза дедім. Екі-үш сыныптан бастап сурет сала бастады. Онда да қайбір қиратып тастады дейсің. Қисық қарағайлар, ақсарайлар деген секілді. Мұғаліміміз кәдір ақтай бәрі-бәрімізді мақсат қояды. Әнді уақыт. Бұл баланың көкірегінде көз бар деп бірден-бірді әлгі қарағайлар сөйлеп мұғаліміміздің жүрісін орнарлар бастады. Енді сыныптағы қыздардың бейнелерін сала бастады. Сонымен сыныптың мектептің суретшісі болып алдым. Өскенде кім боласың дегендерді бірден жауап беремін. Тіпті ойланбаймын да. Суретші боламын, Әбілхан Қаскер сияқты бәрекелді деді олар. Бұл кез арман орындауға бермейтін қиын жағдайлар еді. Жер аяғы алыс Алматы облысында жер қаражат жоқ деген суретші болсам деген арман орындалмады. Бір сурет альбомдарын сыныптағы қыздардың қолтығында кетті. Кім біледі, рас шығар, әйтеуір суретші бола алмағаныма көп өкінбеймін. Өйткені суретшілік пен жазушылық ұқсас, тіпті егіз мамандық сияқты. Тамаша. Бүгін мәтіннің авторы Марат Қабанбаймен танысатын боламыз. Марат Қабанбай 1948 жылы 22 наурызда Зайсан ауданындағы Қарарыңгір ауылында туған. Балалар жазушысы, публицист. Орта мектепті бітіргеннен кейін құрылыста бір жылдай жұмыс істеп, содан соң аудандық газетке жұмысқа орналасқан. Жалпы Марат дүниеге бала көзімен қарай білетін, сезіне білетін жазушы. Оның балаларға арналған шығармалары «Бақпақ басы толған күн», «Арыстан мен виолончель» және «Қасапхана» повестері бар. Шығармаларының ені балалар мен жасөспірімдерге арналған. Негізгі тақырыбы заман келбеті, жастардың өмір тіршілігі, идеясы адамды сүю. Жекелеген туындылары украин, молдаван, латын, неміс тілдеріне аударылған. Сурет гүл ашқан алма деп аталады. Сурет салу өнері. Не туралы айтылады? Сурет туралы. Себебі ол сурет туралы айтылады. Тамаша. Енді сол суретте, сол өлеңде болса, қандай суреттер салған? Сурет салу Сурет салу өнері.